Өнер әлемі үнемі дамып, өзгеріске түсіп отырады. Бүгін мүсін өнеріндегі гиперреализм жанры туралы айтамыз. Жігіттер, экспонатпен абайлап жұмыс істейік. Реализм өмірдегі көріністі айна қатесіз бейнелеу көрсету, ал гиперреализм оны шыңына жеткізу. Біз қазір австралиялық мүсінші Рон Муэктің көрмесіндеміз. Мына мүсіндерге қарап тұрсақ, өмірдегі адамдардан еш айырмашылығы жоқ. Бұл үлкен шеберлік. Құрметті көрермендер, бұл көрмеде менің дәл осылай қатып отырғанымды көрсеңіз, мына тұрған экспонаттан ажырата алмай қалар едіңіз. Рон Уик өзінің мүсіндерін балауыздан жасайды. Балауыз материалы адам терісіне өте қатты ұқсас келеді. Ал Рон Уиктің негізгі ерекшелігі ол мүсіндердің көлемінде. Мүсінші бастапқы кезде балшық немесе металл сияқты материалдармен жұмыс істеді. Бұл оның ойын жеткізуге толық мүмкіндік бермеген еді. Ол бірінші гиперреалистік мүсінін 1996 жылы жасап шығарды. Құрметті көрермендер, шошып кетпеңіздер, бұл да мүсін. Мұндағы туындылардың көлемі әрқилы. Ең үлкен экспонат 3 метр, ең кішкентайы 20-30 сантиметр болады. Шеберлікпен жасалған адамдардың бейнесі мүсін өнерінің құпиясын аша түседі.